Сәлем балалар, 4 сынып әдебиеттік оқу 31 сабақ ұлттық ойындарымыз тақырыбы. Бүгінгі сабақтың сөйлеу барысында ишара қимылды пайдаланасың және де көрнекіліктерді таныстырылымды қолданып шығармашылық жұмыс жасап үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға назар аудар, есіңе түсір. Суреттегі ойын атауларын атаңдар. Қай ұлттық ойындары спорттық жарыс өткізіледі? Бірінші суреттегі қазақша күрес, екінші суреттегі көкпар, үшінші суреттегі бес тас. Демек, бізде ұлттық ойындарымыздан қазақша күрес және де көкпардан ұлттық спорт жарыстары өткізіледі. Екінші тапсырма бірлесіп орында. Ойын ережесімен танысып, екі топ болып ойнап көріңдер. Орамал тастау. Екінші түрі. Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген екі сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді де «қа» деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып «ғаз» дейді немесе «лақ» дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылатын сөз екі буыннан аспауы қажет. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып жұмбақ сөздің бірінші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Орында. Үшінші тапсырма. Ойын шартын түсініп оқып, таныстырылым жасаңдар. Хан. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан асық шығарады. Хан асық қызылға боялған. Кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап, шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астында басылып көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші ханды қара басты деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек ашық жатса, иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түссе, онда ханмен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты атуы қажет. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша хан мен асықты атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сөйтіп, кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін немесе хан мен ататын асық таусылғанға дейін атып ұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылған соң, ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып, ойынды жалғастырады. Бұл ойын ептілік пен шапшаңдықты және де байқағыштықты қажет етеді. Мәтіннің авторы Әлібек Файзоллаұлы. Пікіріңді айт. 4-ші тапсырма. Асық ойнап көрдің бе? Я, әр бала кезінде асық ойнап көруі қажет. 5-ші тапсырма. Хан ойыны ертедегі ұлттық ойын екенін қалай дәлелдер едің? Хан ойынының өзі, атауының өзі ұлттық ойын екенін белгілейді. Өйткені хан сөздері қазіргі уақытта қолданыстан шыққан сөздер. Және де ұлттық ойынымыздың бір дәлелді бұл ойын асықпен ойналады. Сондықтан да бұл ойын ұлттық ертедегі ойындарымыз болып табылады. 6-ші тапсырма. Қазіргі кезде не себепті асық ойындары сирек ойналады? Себебін түсіндір. Менің ойымша, қазіргі кезде де асық ойыны өте жақсы деңгейде ойналады. Дегенмен, қазіргі уақытта әртүрлі байланыс құралдарының әсерінен балалар көбірек ұялы синтетиктермен ойнағанды ыңғайлы көреді. Шын мәнінде, асықпен ойнаудың артықшылықтары мен пайдасы өте көп. Сондықтан да асықпен ойнауды кеңес берер едім. 7-ші сұрақ. Иіру, ату, көздеуді ишара қимылмен көрсетіңдер. Білгенге маржан,
Асықтың атаулары: сақа ұсақ асықтарды ату үшін таңдалған қорғасын құйылған салмақты ірі асықтар болып табылады. Топай ол сиырдың асығы, кеңей ұпайға тігілетін кішкентай асықтар. Ешкімер ол ешкінің асығы. Қойлақ қойдың асығы болып табылады. Асықтың түсуіне қарай әр түрлі атаулармен белгіленген. Мысал үшін, алшы, тәйке, шік, бүк, оңқа, шоңқа және асық ойынының атаулары былайша аталады: омпы, үштабан, хан, бүк, қақпақыл, шік. Отбасындағы үлкендерден ойнаған ойындары туралы сұхбат алып, кесте түрінде жаз. Ойын атауы 5 тас. Ойын құралдары тас. Ойынның ережесі 5 тас таңдап алынады екен және де жерге шашып, біреуін жоғары атқанда жердегі жатқан бір асықты қағып, жоғарыдағы асықты қоса алу керек екен. Ал осылайша асықтар біреуден, екеуден, үшеуден және ең соңында 5 асықты бірге қағып алып ойналады екен. Бұл ойынды анам және анамның достары ойнаған екен. Ал балалар, сендер қандай ойын түрлерін туралы біліп алдыңдар? Өздерің сұхбаттарында айтып беріңдер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.